көріп мәз болып отырсам, в общем бір қызық жағдай болып тұр. Жаңа қасында елдар отыр еді. Сосын резко астына қарай кетіп қалды. Сосын мен ойлаймын, не кетіп қалды ол, қалайша жаңағы мына жерде отырған сияқты болды да. Сөйтсем, ол астында Заринамен отыр екен. Еще Зарина маған бір айтса болады ғой, типа я тут сижу, я приехала, ты где деген сияқты. Ондай да жоқ, короче. Соған нервім алып тұр, қазір барам соған. Әдем. Қалайсыңдар? Молодцы. Айтпайсың ба? Типа астында отырық, анау мынау деп. Обучение ғой? Что-то кішкене обучение ұқсап тұрған жоқ дос. Че, обучение? Саламатсыз ба? Кішкене өзім бір ыңғайсызданып тұрмын, кішкене бір неше деп қалған сияқты болып тұрмын ба, қалай өзі? Отыра берсем бола ма сіздермен жалпы? Болады өтсе? Үйреттім, рахмет енді. Кішкене басқа да адамдар үйретпейсің ба? Болды, тек Заринаны үйрете бересің ба? Үйретем ғой? Просто адамдарда жазып жатады, маған Зарина немен айналысып жүр, қалай, чё почем деген сияқты, өзім езінеді. Ашық оффлайн обучение. Хорошо. В общем, бүйтейік, қараңыздар. Егер де сіздер Зарина сияқты үйреніп, телефонмен ақша тауып үйренгілеріңіз келсе, бұл кәдімгі нормальный халал жұмыс. Елдар өзім үйретемін дейді. Обучение 500 мың тұр ма? Оффлайн. Оффлайн. Жалпы нормально үйретемін екен. Сөйлесіп үйренетін деймін екен. Я кәдімгіден жеңіл жолын үйретеді. Сілекейін жақпай сүйшісетін болсан. Кешірме. Басым ауырды, негізі кәдімгідей обедтен түске дейін ауырды. Сонымен дәрілердің әсері бар. Примерно кешке жақын болды ма, кішкене басылды. Басымды көтеріп, көзімді ашып жүре алатындай ше. Сонымен Есентайға келіп, өзімнің самый жақсы көретін боба чайымды алдым. Чайымыз айсти, малиновый айсти и андай боба шариктарымен қатты жақсы көремін ше. Аңсап тұрамын ғой, енді дәл бұлай соқтардың дәмі ондай емес, компот, морс кішкенкенің дәмі жетпейді. Поэтому қатты жақсы көремін. И мен андайым бар, ауырған моментте сен бір қатты жақсы көретін нәрсемді жейтін болсам, ішетін болсам, жазылып кетеді. Емім сол болады да. Дәрілер маған просто қанша дәрі іш, қанша сорпа іш, ондай. Әлшер осы жақта келді. Сіздің барлық проблемаларыңызды Аягөз бізге айтып берді. Айтып берді ма? Аға. Сіз дейді, Аягөз Әлшерді қанша пайыз ұнатады дейді. 100%. 100% ұнатасың ба еще? Мен мысалы 100% мен сүйем. Мен де сүйем 100%. Ұнатады екен. Екі сөйлеп қойды. Мен 1000%. Тоқтай, жібер мені! Құрметті оқырман, осындай бізде, осындай ерке екеуі де. Аягөз емес енді Әлшер ерке. Кішкене қалай бұлай? Әдем болып тұр. Қалай ой?